Аймақ жаңалықтарына ауысамыз. Бүгін Павлодардың халыққа қызмет көрсету орталықтарының бірінде қалалық әкімдік мамандары ашық есік күнін өткізді. Шараға мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жергілікті департаменті ұйытқы болған. Мұндағы мақсат жергілікті атқарушы органдары жұмысының ашықтығы мен тұрғындардың құқықтық сауаттылығын қамтамасыз ету. Қалалық әкімдік бөлімдері халық көп шоғырланған қызмет көрсету орталықтарының бірінде түрлі әлеуметтік сауалдары бар тұрғындарды қабылдады. Бұл жан-жаққа сабылып, табалдырық тоздырмай қажетті кеңесті бір орыннан алуға жасалған керемет мүмкіндік. Игі шараны мемлекеттік қызмет агенттігі мен атқарушы билік өкілдері айына бір ұйымдастырып тұрады. Қызметтің бұл түрін пайдаланушылар акцияның артықшылықтарын айтуда. Біз секілді кісілер көп жүрілмағанның өзінде білмейміз, білгеннің өзінде бара алмаймыз. Акиматқа, басқа жерге барғанға бізге аса енді толық не бермейді. А мұнда полностью объяснитады, подсказали, куда идти, что. Айта кету керек, қазіргі уақытта азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы 600-ден астам қызмет түрлерін көрсетеді. Олардың 400-ден астамы онлайн түрде ұсынылған. Ал филиалдарға келушілердің қатары көп болғандықтан, ашық есік күндері мемлекеттік қызметкерлердің халықпен тығыз қарым-қатынас орнатып, жиі туындайтын әлеуметтік мәселелерді саралауға мүмкіндік беруде. Рымбек Қабиден, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.